Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сүзбе қосылған шоколадты пирогтың рецебімен бөлісемін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, қантты қосып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқалы масса әппақ болып көпіргенше миксерлейміз, шамамен 5-6 минут. Жұмыртқалы масса әппақ болып көпіргеннен кейін келесі кезекте сұйық май және сүтті құйып тағда миксерлейміз. Сұйық қоспаларымызды өте көп ұзақ уақыт миксерлеудің қажеті жоқ. Келесі кезекте алдын ала електен өткізілген ұн, какао және де разрыхлительді осылай бір ыдыстың ішінде араластырып, жұмыртқалы массамызға 2 бөлікке бөліп, ұнымызды қосамыз. Осымен біздің пирогтың қамыры дайын болды. Қамыры дәл осылай сұйықтау болуы керек. Енді сүзбелі қоспамызды дайындайтын боламыз. Сүзбенің үстіне қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Мендегі дүкеннің творогы, яғни дүкеннің сүзбесі. 2 ас қасық крахмал немесе 2 ас қасық ұнды пайдалансаңыздар болады. Біздің сүзбеміз крем секілді болғанша миксерлейміз. Енді келесі кезекте бағанағы шоколадты қамырымызды осындай үлкен формаға құямыз. Сүзбелі салмамыз дәл осылай крем секілді болып шығады. Оны осындай кондитер қапшығына құямыз. Сүзбемізді дәл осылай видеода көрсетілгендей етіп, шоколадты қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Бұл пирог бірінші жасағаннан ақ өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сүзбелі салмамызды дәл осылай видеодағыдай құйып шықтық. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді және де бір жасағаннан ақ жұмсақ болып шығатын сүзбе қосылған шоколадты пирогымыз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ауызашарға жасасаңыздар өте тез дайын болады және де дәмі керемет болып шығады.